Бекзат қызы Адинаның сырлы орманға саяхаты. Шағын қиял ғажайып ертегі. Әсем қала Алматыда Бекзат пен Арай деген мейірімді ата-ана өмір сүруде. Олардың Адина атты ақылды қыздары және кішкентай Әлмәди деген сүйкімді ұлдары бар. Адина ертегі тыңдағанды, жұлдыз санағанды және қиялдағанды қатты жақсы көреді. Кеш сайын ол аспанға қарап, бір күні ғажайып әлемге барсам ғой деп армандайды. Бір түні терезе алдына алтын қанатты кішкентай құс келіп қонады. Құстың аяғында жарқыраған хат бар. Хатта: «Батыл жүректі Адина, сені сырлы орман күтіп тұр» деп жазылыпты. Адина таңырқап сыртқа шықса, аулада кемпір қосақтан жасалған жол пайда болады. Ол қорықпай алға қадам басады. Сырлы орманға кіргенде ағаштар сөйлеп, гүлдер ән айтып тұр екен. Кенет алдынан әппақ қоян шығып, орманның жарығын тек мейірімді бала ғана таба алады дейді. Адина орман ішіндегі кішкентай жылап отырған жұлдызшаны көреді. Жұлдызша: «Мен аспаннан адасып қалдым» деп мұңаяды. Адина жұлдызшаны жұбатып, оны қолына алады. Сол сәтте оның жүрегінен жылы жарық тарай бастайды. Кенет аспанда үлкен күміс қақпа ашылып, мыңдаған жұлдыз жарқырайды. Жұлдызша қуанып: «Сенің мейірімің мені құтқарды» дейді. Әлмәди жүгіріп келіп: «Апатай, сен нағыз ертегі кейіпкерісің» деп құшақтайды. Сиқырлы құстар Адинаны кемпір қосақ жолымен үйіне қайтып алып келеді. Содан бері Адинаның есінен адасқан жұлдыз бір сәтте де шықпады. Қиялымен жұлдызға сағынышын жолдайтын. Осылай ертегі аяқталды. Адина қайырымдылық жасап жұлдыздың аспан төрінен орын алуына қолғабыс етті. Ал нағыз ғажайып адамның жүрегіндегі жақсылық екенін ол жақсы біледі.